әр ана өзінің келініне қызы сияқты қараса өмір қалай болар еді? Өзінің қызы құсатып, жәні ашып, сәл ауырса, жоқ жата ғой. Бұл келіндердің қарашы, өзіміз ауру қыламыз ғой шындап келген кезде ше. Неге жатыр анау? Сәл ауырып енді мазасыздан жатып қалса кейбір кезде неге жатыр ол? Ол ана болды робот. Біз жаңаға робот алған сияқтымыз, ол жұмыс істеу керек, ол жүру керек, ол тұрмау керек, ол ауырса да жатпау керек, ол аузына дәріні тығу керек та болды, бірден жазыла беру керек деген сияқты да. Дәл қызыңызға сондай істейтін бе едіңіз? Қызыңыз ауырса, ойбай қызым жата ғой, қимылдама сен. Келініңізге дәл солай қарасаңыз, қандай келініңіздің сізге деген махаббат, сізге қандай қызмет қылар еді? Керісінше, келіндер тілдері 2 метр болып зыр-зыр етпейше, енесінің алдында. Ене деген сөздің өзі қарашы, ене емес, енең саған анаң сияқты болса да, әр келін сияқты емес, анасына қызы сияқты еркелеп, енесін өзінің туған анасындай көрсе қалай болар еді? Анашым деп тұрып қызмет қылатын болса, бұл ененің жүрегінше жаулап алуға болар еді ғой. Бізде де ол келіндерде де бар ғой, бүйтіп қырсықта ұстап тұрып қалады ғой. Кейбір сөздерге қадалып та. Әр ене келінін қыз сияқты көрсе, әр келін енесін өзінің анасы сияқты көрсе, өмір керемет болар еді деп ойлаймын.